Шерзат соты туралы айтыңызшы дейді. Сен айт. Америкада жатқан мен емес, елде жатқан сен айт. Сенің айтпауға не себебің бар? Шерзаттың сотына бар, көтер, наразылығың болса айт, билікшіл болсаң айт. Шерзаттың сотын ел ішіндегі қазақ сен шешпей, Америкада жатқан маған сен айт деу қарекетсіздік. Сен айт, сен кірсің. Сенің жеріңде болып жатыр. Сенің жерлесің. Шерзаттың басына төнген бұл зұлымдық ертең сенің басыңа, сенің ініңе, сенің бауырыңа, сенің балаңа төнеді. Шерзат оқиғасы қалай шешіледі, ол тікке саған қатысты. Маған қатысты емес. Мені билік ұстап, тұтқындап, түрмесіне қамап, ап деп асайын деп, кеңірдегінен өтпей қап, сосын Америка жотасынан ұрып, құс еше, құс, Серікжанды тұтқындау заңсыз деп, Нобель бейбітшілік сыйлығын беретін Хелсинки комитетіне дейін дабыл қаққанда, Назарбаев шарасыздан Тоқаев екеуі босатуға мәжбүр болған мен Серікжан Біләшпін. Шерзат оқиғасы менен гөрі саған қатысты. Менен гөрі сенің мүддеңе қатысты. Менен гөрі саған тікелей байланысты. Сондықтан Шерзат оқиғасы туралы менің сөйлегенімнен гөрі сенің сөйлегенің маңызды. Сенің балаң арам өлмесін ба? Сенің балаң нақақ өлтірілмесін ба? Сенің інің нақақ өлтірілмесін ба? Сенің немерең нақақ өлтірілмесін ба? Онда сен Шерзат оқиғасын көтер. Ал сен үнсіз отырсақ, онда өле бер. Өле бер. Саған өмір керек па? Сенің өмірің құнсыз ба? Сенің өмірің малдан да құнсыз ба? Сенің өмірің көк тиынды құны жоқ па? Онда өле бер, бар. Бар да билікке бар да, мен өлтіресаңдаршы болды. Ақ сұрауым жоқ деп барып бүйтіп, ана облыстық кембінің алдында, Алматы, Астанадағы кембінің ғимаратының алдында айтыңдар. Өлтіресаңдар ақыры құным жоқ деп бар жатты.